Төлепберген әйел тағдырына қатысты мәселелерге өз пікірін білдірді, деп хабарлайды Адана ұлттық порталы. Астарлы ақиқат бағдарламасының жүргізушісі журналист Дина Төлепберген әлеуметтік желіде парақшасында түрлі пікір тудырған. Ол Инстаграм желісіндегі парақшада қыз бала әйелдің тағдырына қатысты қанатты сөздер мен түрлі тақырыпта бейнелер жариялап жүр. Соның бірінде тележүргізушінің қыз баланы жат-жұрттық деп бөлуі фашизм деген пікірі желі қолданушыларын дүрліктірді. Әйелі ұру қылмыс. Бұл бос уран емес, бұл енді заң. Біз қыз жат-жұрттық деген ойдан жиренуіміз керек. Өз бауырыңнан шығып 9 ай көтерген перзентіңді қыз болған үшін жат деп жақындатпау фашизм. Мен әрбір атаның өз қызын жат емес, жаным дегенін қалаймын. Ұлдың мұрасы өзімізде қалады, қыздың мұрасы құдаларға барады деп ойлау қате. Ұл өз пәтеріне өзі ақша тапса ұтылмайды, ал қыз үшін бұл қауіпсіздік. Сіздермен болған жаңа жаңалықтар арнасы. Арнаға тіркеліп, жаңа жаңалықтармен таныс болыңыздар.